Баршаңызға сәлем. Сіздермен тілгеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Тоқаев 5 шілдеден бастап 14 күндік карантин болатынын айтты. Ал кеше брифингте карантиннің негізгі ережелері таныстырылды. Еске салайық, бұл апта басында жаңа денсаулық министрі Алексей Цойдың коронавирусқа қарсы ұсынған екінші сценарий қабылданды. Бүгінгі шығарылымда 2 апталық карантин туралы, оның негізгі ережелері және неге бұл жолы 42.500 теңге төленбейтіні мен онлайн өтетін Астананың туған күні туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікіріңізді қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Алдымен Назарбаевтың коронавирустан жазылғанын айтпай кетпеуге болмайды. Ол туралы оның баспасөз хатшысы Айдос Үкібай хабарлады. Менің жақсы жаңалығым бар. Бүгінгі елбасының КВИ тесті теріс нәтиже көрсетті. Дәрігерлердің ұсыныстарына сәйкес Нұрсұлтан Назарбаев оқшалау режимін сақтауды, қашықтан жұмыс істеуді және таза ауада серуендеуге уақыт бөлуді жалғастыруда. Сонымен қатар кеше коронавирус жұқтырған мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллин аурудан айықты деп хабарланды. Бір қызығы, Алматыға кеше Швейцариядан арнайы жедел жәрдем жеке ұшағы келіп қонды. Ішінде кім болғаны белгісіз, бірақ қалталы адам екені түсінікті. Біздің байлар Швейцарияға барып емделіп жатқанда елдегі науқастар дәрі, медициналық көмек пен қаржыға зәру. Медицина ғылымдарының кандидаты, балалар невропатологы, белсенді дәрігер Қайырғали Көнеев елде шын мәнінде коронавирус жұқтырғандар саны ресми статистикадан әлдеқайда көп деп есептейді. Өз бетінше есептеу жүргізіп көрген дәрігер індет әлі шарықтау шегіне жетпеді деген қорытындыға келді. Қазақстанда COVID-19 індеті бұрынғы денсаулық сақтау министрі кезінде ақ бақылаудан шығып кеткен. Денсаулық сақтау министрлігінің қазіргі басшылығы оны тежеуге тырысып жатыр. Бірақ оған уақыты да, талдап шешім қабылдауға ресурсы да, ауруханалар толып кеткен, дәріханаларда қарапайым парацетамол жоқ. Халықтың шыдамы да шегіне таяды. Қазіргі министрдің індетке қатысты 3-ші сценарийді ұсынғаны ұнады. Бұл оның мәселені стратегиялық жолмен шешуге тырысып жатқанын көрсетеді. Ресми мәлімет бойынша 42.500 адамнан коронавирус анықталды. Бірақ шын мәнінде ауырғандар саны бұдан әлдеқайда көп. Біріншіден, денсаулық сақтау министрлігі осы күнге дейін симптомсыздарды ресми статистикаға қоспай келді. Бұл дұрыс емес. Өйткені ол да COVID-19 ауруының бір түрі. Екіншіден, коронавируске анықтайтын ПТР тест теріс болса да, вирусты пневмониямен ауырып жатқандар көп. Жазғы уақытта пандемия кезіндегі бұл ауру COVID-19 емей немене. Қытай және басқа елдердің ғалымдарының айтуынша COVID-19 кейде адам ағзасында бар болса да, тест оны көрсете бермейді. Қазақстанда тіркелген барлық вирусты пневмонияны тест анықтай алмаған COVID-19-ға жатқызуға болады. Үшіншіден, көптеген адамдар үйде жатып-ақ вируспен ауырады. Медициналық көмек алмайды. Тест жоқ болған соң коронавирустың бар жоғына тексерілмейді. Олар үйде 1-2 апта жатып емделді. Ресми статистикаға кірмеген адам өте көп. Сондықтан меніңше Қазақстанда COVID-19 анықталғандар ресми статистикадан анағұрлым көп. Бәлкім үйде жатып емделгендер мен ПТР теріс нәтиже көрсетсе де, коронавируспен ауырғандардың барлығын қосса, қазір вирус анықталмағандар 120-150 мыңға жетіп қалған шығар. Қоса ететін ақпарат, бүгін денсаулық сақтау министрлігі елдегі пневмониямен ауырып жатқандар санын айтты. 100 мың адам болыпты. Маусым айында пневмониядан 628 адам көз жұмып, аурулар саны 4 есе өскен екен. Бұның барлығы да коронавирустың салдары екені анық. Індетпен күрес мақсатында кеше Тоқаев қатаң 14 күндік карантин болатынын айтты. Жаңа денсаулық министрі Алексей Цой ұсынған екінші сценарий енгізілетін болды. Алайда Цойдың ойынша 3-ші сценарий, яғни 4 апталық локдаун вирустың таралуын тежеуге ең эффективті шешім еді. Бүгін 14 күндік, бірақ мерзімі ұзартылуы мүмкін карантиннің ережелері айтылды.
шолып өтелік. Бұл уақытқа дейін 11 елмен әуе қатынасы орнаған болатын. Бұл тізім сол күйі қалып жаңартылмайды, яғни жаңа елдер тізімі қосылмайды. Қалалар арасында ұшақ және пойыздар жұмысы белгілі бір шектеулермен жалғаса береді. Қала аралық автобустар жұмысын уақытша тоқтатады. Қоғамдық көліктердің жұмыс уақыты қысқартылады. Спорт, мәдени іс-шаралардың, сонымен қатар отбасылық немесе еске алу күндердің өтуіне шектеу қойды. Жасы 65-тен асқан адамдардың жүріп тұруын шектеу. Сонымен қатар сұлулық салондары, шаштараздар, спорт залдары, фитнес орталықтар, мәдениет нысандары, музейлер, көрмелер, бассейндер, азық-түлік және азық-түлік сатпайтын жабық базарлар, жағажайлар, аквапарктер, форумдар, конференциялар және өзгеде ұйымдастырылған бұқаралық іс-шаралар, ойын-сауық орталықтары, мектепке дейінгі балалар мекемелері, кезекші топтардан басқа жұмыс істемейді. Дүкендер, дәріхана және ашық базарлардың жұмысы сақталады. Бұл ережелерге қарап, биліктегілер көктемдегі карантинге қарағанда біршама жеңіл ережелер бекіткен байқай аламыз. Елдегі эпидемиологиялық жағдайдың өзгеруіне байланысты карантин уақыты да ұзарып немесе қатаңдай түсуі мүмкін. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов және денсаулық сақтау министрі Алексей Цой журналистер қойған сұрақтарға жауап берді. Брифинг соңында Цой алдағы уақытта ашық диалог орнатып, тек шынайы жұмыс істейтіндіктерін, әрі олардың жасыратын ешнәрсесі жоқ екенін айтты. Алайда кеше брифинг барысында кейбір жауаптардан тайқып, жауап бермеген кездері болды. Сонымен брифингте жауабы бар негізгі мәселелерді шолып шығайық. Өңірлер мен қалалар арасында блокпосттар қойылмайды. Сәйкесінше қалаға кіріп шығу үшін ешқандай анықтама қағазы керек емес. Бірақ 42.500 теңге бөлінбейді. Айтуларынша ол қаражат тек төтенше жағдай кезінде ғана іске асады. Ал қазір қажеттілік жоқ. Жұмыс істеңдер деді. Төтенше жағдай болмаса, бірақ адамдар жұмыс істей алмаса, қалай күн көретіні белгісіз. 42.500 теңге көмегі тоқтады, бірақ әлі толық жұмысқа шыға алмай отырған мекемелер бар, кәсіп иелері табыс жоқ болған соң, бар қызметкерлерге әлеуметтік төлем жасай алмаймыз дейді. Мұндай жағдайда қарапайым жұмысшылар не істейді және халыққа енді әлеуметтік көмек жасала ма? Бұл жағдайдың бәрі төтенше жағдаймен тікелей байланысты. Ары қарай төтенше жағдай тоқтатылғаннан кейін оған ешқандай заңнамалық негіздеме жоқ. Сондықтан ары қарай азаматтардың бәрі мүмкіндігінше жұмыс істеген жерлерінде жұмыстарын жалғастыруға тиіс. Сондықтан оны жаңа қазір осы жағдаймен қазір тікелей байланыстыруға ешқандай да негіз жоқ қой деп ойлаймын. Рахмет. Дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі. Цой дефицитті халық қолдан жасады деп меңзеді. Алдағы 2 аптада парацетамолдың 800 мыңға жуық данасы жеткізілетінін айтты. Енді коронавирустан қайтыс болған адамдар статистикасы күн сайын емес, аптасына 1 рет шығып тұрады. Комиссия өлімнің себебін адам қайтыс болғаннан кейін анықтайды. Солай біз коронавирустан қайтыс болған адамның өлімін 1-2 күн кеш естиміз. Сондықтан мұны апталық форматта шығарамыз деп шештік. Кейінгі уақытта пневмонияға шалдығып, қайтыс болғандар саны да артты. Цойдың дерегінше, пневмониямен 2020 жылдың маусым айында 32.724 адам, былтыр 7.964 адам тіркелген екен. Жалпы халық туған туыс, дос таныстарының арасында қарапайым тұмау симптомдарымен ауырып жүргендер көп екенін айтады. Кей адамдар болса, көшеде тұрғын үйлерге бағытталып вертолеттер мен көліктердің белгісіз бір нәрсе сеуіп жүр деп секемденеді. Бұл сұраққа олар білмейтіндіктерін айтып, фейк деп атады. 1 шілдеде пневмониядан қайтыс болғандар саны 20 адам болды. Сонымен бірге карантинді бұзған жеке тұлғаға 80 мың, заңды тұлғаға 600 мыңға жуық айыппұлдар салынады екен. Және Тоғжановтың айтуынша, коронавирусқа қарсы 22 миллиард қаржы бөлінді. Ал дәрігерлердің көмек сұрап, халықтан ақша жинап жатқанына Тоғжанов солге тікелей жауап бермеді. Одан басқа біздің елде Еуропа ақштан қарағанда аурулар саны аз дейді. Бірақ ол жақта біздікіндей емес, статистиканы ашық жүргізетінін айтпады. Сол баяғы манипуляция. Одан басқа кеше Астана және Назарбаевтың туған күніне орай өткізілетін офлайн іс-шаралар тізімі шыққан болатын. Алайда әлеуметтік желілердегі халықтың наразылығынан кейін бірден іс-шаралар онлайн форматта болады деп хабарланды. Дегенмен онлайн не офлайн өтсе де тендерге салып, қаражат бөлініп қойылуы мүмкін. Әрине бір көшенің реконструкциясына 91 миллиард ақша жоспарланса, бұл іс-шараның өткізуге қаражаттың әбден шашары анық.
Нақты сома, басқа да мәліметті әкімдік тарапы түсіндірмеді. Алғаш енгізілген карантиннің нәтижесі эффективті болмаса да белгілі мақсаты болды. Дәрі-дәрмек дәрігерлер мен аурухана дайындап үлгеріп уақыт созу еді. Бұл карантиннің негізгі мақсаты әлде түсініксіз. Коронавирустың жаңа толқыны күз мезгіліне қарай ығыстыру ма? Әлде жаңа тесттер мен дәрі-дәрмек мәселесін шешу ме? Не болса да ақылға қонымды, шынымен эффективті әрі ұзақ мерзімді мақсаты бар шешім болса екен. 14 күндік карантин туралы менің пікірім осындай. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.